Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осы Pinduoduo жайында тегін сабақ басынан бастап аяғына дейін. Міне қазіргі уақытта осы Pinduoduo сайтына байланысты туындайтын сұрақтардың бәріне барынша жауап беруге тырысамыз. Яғни тіркелуден бастап, жаңағы қай жақтан жүктеу керек, жаңа жүктегеннен кейін, тіркелгеннен кейін тағы қандай проблемалар бар ішінде. Соның бәрін жаңағы осылай қазір осы телефонмен көрсетіп сіздерге түсіндіріп өтемін. Видео басталмас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал енді бастайық. Менде телефон Xiaomi Redmi 4X деген телефон, яғни бұрынғы телефон, қатты жаңа емес. Кейбір телефондарда осы китайский, әсіресе Realme, Oppo, мынау Redmi деген телефондарда, Xiaomi'ларда жаңағы карта енгізетінде шықпай қалып жатыр екен да. Оның причинасы қазір енді көрсетеміз. Енді басынан бастап бірінші тіркелуді қалай тіркелу керек, бәрін қай жақтан жүктеу керек, соның бәрін көрсете кетейін. Қазіргі уақытта Play Marketте не жоқ. Pinduoduo сайтын өшіріп тастаған, бұл жерден таба алмайсыз. Қазір мен жазып көрсетейін жерге. Pinduoduo деп жазсаңыз, бұл жерден шықпайды ондай программа. Бұл жерде өшіріп тастаған оны. Енді қай жақтан скачать етеміз оны? Қазір мен соны көрсетемін. Жүктемес бұрын бірінші Play Market'тен Google защитаны өшіріп қою керек болады. Егер оны өшірмесеңіздер, скачать еткен Pinduoduo'ңыз жойылып кете беретін болады. Мына Play Market'ке кіреміз. Мына жерде мына аккаунттың үстінен басамыз, мына жерде. Не басқаннан кейін осындай болып ашылады. Сосын мына Play защита деген болады, осыны басамыз. Мына жерде қазір менде өшіп тұр. Сіздерде мына настройка тұрады, мына үстінде. Осыны басамыз. Менде қазір осылай өшіп тұр менде. Сіздерде мына галочка екеуі қосылып тұрған болуы мүмкін былай. Міне осылай тұрған болуы мүмкін да. Былай болып тұрған болса, сіздер былай өшіріп қойсыздар міне. Отключить деп өшіріп қойсыздар екеуінде. Болды, осылай өшіресіздер де шығып кетесіздер артқа. Енді Pinduoduo'ны жүктейміз. Оның үшін Google Chrome'a кіреміз. Google Chrome кірген кезде мына жерге жазамыз. Мен жазып іздедім бәріне. Pinduoduo app деп іздейміз. Сіздерде мына осындай бет ашылады. Бізге мынау керек, осыны басу керек. Басамыз. Соның ішінде мынаны басу керек. Жүктеп алу деген. Басамыз. Міне соңғы версиясы міне апрельдің 26-сына обновление болған. Осыны жүктеп аламыз қазір. Жүктеу үшін мына кнопканы басамыз. Мына кнопканы басамыз. Басамыз. Менде қазір Pinduoduo сайты бар, сондықтан осылай Pinduoduo кіріп кетуі мүмкін. Pinduoduo кімде бар? Ал енді сіздерде Pinduoduo жоқ болады, сондықтан бұлай кірмейді. Просто артқа қайтып кетемін мен. Енді жерде күте тұрамыз. Жүктеледі. Міне көрдіңіздер, міне осылай болып шығады сіздерде. Да деп басамыз. Енді жүктеліп жатыр. Міне жүктеліп болды. Енді мына открыть деп басамыз. Енді жаңағыны установить кірсеміз. Басамыз. Установить деп басамыз. Күте тұрамыз. Міне установка болды. Открыть деп басамыз. Міне осылай ашылады. Разрешить деп басамыз. Егер сізде WeChat болса, WeChat-тан кіріп кетесіз. WeChat болмаса, мына астындағы кнопканы басамыз. Басамыз. Міне сіздерде мына осындай болып шығады. Яғни телефон теретін жерде мына былай терсеңіз, осылай терсеңіз былай әлі дальше жүрмейді бері қарай, көрдіңіз бе? +86 деген шықпайды. Яғни мемлекеттердің кодын таңдайтын жер шықпайды. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда ашық тұрған программадан былай свернуть етіп шығып кетеміз. Міне екеуі тұр, міне ашық тұрғаннан жауып тастаймыз. Міне енді жаңа Pinduoduo сайтына қайтадан кіреміз. Басамыз. Міне енді шықты, көрдіңіздер. Мынандай болып шықса, значит +86 шығады деген сөз. Мына кнопканы басамыз. Міне көрдіңіздер, шықты. Енді телефон нөмір теріп, ары қарай авторизация жасаймыз. Егер сізде тағы шықпайтын болса, қайта жасай бересіздер, сеніп етесіздер, қайтадан кіріп солай жасай бересіздер, шыққанша. Былай кіріп, қайта осылай жасай бересіздер. Сол кезде өзі шығады. 86 деген шықты. Енді мынаны өшіріп тастаймыз. 86 дегенді жетіні жазамыз. Осы жерге кейбіреулердің толық дейді, нөмірін бәрін толық жазып тастайды. Нөмірін бәрін толық жазып тастайды да. Сосын мынаны басады. Bunu басқаннан кейін обязательно мынандай ошибка шығады. Толық бұл жерге жазып бересіздер нөмірді. Нөмірді тек бұл жерге +7 ғана қалдырасыздар да, қалғанын мына жерге жазасыздар. Мына сызық тұр ғой ортада. Соны мына бетіне жазасыздар. Қалған нөмір жазамыз. Міне осылай жазамыз. Енді қызыл кнопканы басамыз. Енді телефон нөмірге код келу керек. Осы телефон нөмірге код келетін кезде кез келген телефон нөмірді қолдансаңыз болады негізі. Мамаңыздың телефоны, мысалы сіздің өзіңіздің телефоныңыз нөміріңіз бұл жаққа тіркелгіңіз келмесе, немесе бұрында тіркелген болса, тағы басқа нөмірмен тіркелгіңіз келсе, онда кез келген мамаңыздың үйдегі кімнің телефон нөмірі бар, тіркелмеген, соны тіркей берсеңіздер болады, без проблем. Қазір маған код келу керек.
бұл жерде сосын код келмесе, мына жерде қазір секунд санап жатыр ғой. Осы біткеннен кейін қызыл кнопка шығады мына жерден. Сол қайтадан басасыздар. Код келмесе, қайта сұратасыздар. Әр 5 рет сұратқаннан кейін сіздерде пазл шығады. Қазір көрсетейін мен. Бұл жерде келмесе шығады, егер келсе жақсы. Міне қазір келген жоқ маған код. Енді тағы мына қызыл басамыз, көрдіңіз бе? Тағы повторный сұрату деп берді бұл жерде. Сұратамыз тағы. Күтеміз. SMS келуін. Міне маған SMS келді. Қазір осын жазамыз енді. Міне автомат түрде ештеңкені баспайсыз. Код тергеннен кейін автомат түрде Pinduoduo сайтына кіріп кетеді өзі. Авторизация болады. Болды, тіркелдіңіз. Барлығы сәтті өтті. Қазір күте тұрайық. Артқа шығып кетеміз. Бұл жерде ештеңкені баспаймыз. Назад деп, мына жерде назад деген басамыз. Назад деп шығып кетеміз. Pinduoduo сайты ашылды, көрдіңіздер бе? Осылай ашылды, Pinduoduo сайты ашылды. Сәтті тіркелдік. Енді бізге мынаны басамыз. Бізде жаңағы барлығы дұрыс па екен, дұрыс ашылды ма екен тексеруіміз керек екен. Мынаны басамыз. Мына адам саны сөйтіп тұр астында. Осыны басамыз. Мынаны басамыз. Бастық. Менде мынау барлығы шықты, көрдіңіздер ме? Карта енгізетін жер барлығы дұрыс шықты. Кейбіреулерде осындай карта енгізетін жер шықпай қалып жатыр. Карта енгізетін жер шықпай қалса, ол кезде не істейміз? Ол кезде, яғни қараңыздар, кейбіреулер мынандай болып қалады да. Қазір мен көрсетейін. Қазір менде осылай дұрыс шығып тұр, көрдіңіздер ме? Менде карта енгізетін жер бар. Ал кейбіреулерде мынандай шықпай қалады. Мына жерде көрдіңіздер ме? Мына жерде жоқ ондай. Ондай кнопка жоқ мына жерде. Карта енгізетін жер. Егер бұндай карта енгізетін жер шықпаса мынандай, сіздер оны жаңағы картамен төлем жасай алмайсыздар. Яғни ештеңе сатып алмайсыздар деген сөз. Карта арқылы. Бұл кнопканы шығару үшін не істейміз? Бұл кнопканы шығару үшін бірнеше жолдар бар. Мен өзім қолданып көрдім. Бірінші жолы ол жаңағы егер карта осындай шықпай қалса карта. Ол кезде мына настройкаға кіресіздер де, қазір. Настройкаға кіресіздер. Настройка деген мынау. Осыған кіресіздер. Одан кейін барып, мына жерде міне. Мынау нөмірді ауыстыру деген тұр. Мына жерден шығып кету деген тұр. Мынау удалить ету деген сөз. Бізге мына шығып кету керек болады осы Pinduoduo сайтынан. Телефон нөміріне қайтадан шығып кету керек болады да. Яғни сізде мынандай жағдай болып тұрса, жаңағыдай карта енгізетін жер жоқ болып тұрса, сол жаңағы настройканы басып, бұл жерде мына шығып кету деген басамыз. Қызылды басамыз. И болды, міне шығып кеттік. Енді Pinduoduo сайтын жауып тастаймыз да, и қайтадан кіреміз жаңағы Pinduoduo сайтына. Қайтадан кіреміз. И міне қайтадан авторизация жасаймыз. Қайтадан телефон нөмірді теріп, код сұратамыз. Мына кнопканы басамыз. И мына плюс 86 деген жүріп тастаймыз. 7-ні қалдырамыз да, қалған нөмірдің жартысын былай қарай жазамыз. И қызыл басып, код сұратамыз. Міне маған код келді. Мына жерге 9 жазамыз. 9 деп. Міне қайтадан авторизация жасалды. Қазір бет ашылып кетті. Қазір артқа кетеміз. Назад деп басамыз. И міне енді мына смайк басамыз астындағы. И бізде шығып тұр. Содан кейін барып, осындай шығу керек. Егер бұндай жағдайда да шықпаса, егер осылай істегеннен кейін де шықпайтын болса, онда сіздер жаңағы телефонның настройкасы бар ғой. Телефон настройкасына кіріп, обновлениені тексересіздер. Обновление система деген бар ғой. Осыны тексересіздер. Соңғы обновление болу керек Android'та. Соңғы обновление болып тұрып, егер тағы да осындай жаңағы проблема болса, мынандай шықпайтын болса, сіздерде жаңағыдай мынандай болып тұратын болса, мындай карта енгізетін жер жоқ болып тұрса, ондай жағдайда толықтай Pinduoduo сайтын өшіріп тастайсыздар. Pinduoduo сайтын өшіріп тастайсыздар да, содан кейін барып мен қазір арнайы Telegram канал ашып қоямын. Сол жерге осы Pinduoduo сайтының старый версияларын қойып қоямын. Яғни старый версияларында, яғни сіздің телефоныңызға сай келуі мүмкін да. Қазір новый версиясы сізге мүмкін совместимый болмауы мүмкін, сондықтан жаңағы кнопкасы шықпауы мүмкін да. Ал енді сол старый версиясында сол шығуы мүмкін. Сол Telegramға кіресіздер, сол жерде тіркелсеңіздер, сол Telegramда сол
Play версиясын жаңа APK неге арналған, Androidқа арналған программаны, приложение сол жерге қойып қоямын. Сол жерден кіріп, установка жасасаңыздар болады. Сол, енді ары қарай кетейік енді дальше. Бізде кнопка шықты сәтті. Енді маған карта енгізу керек. Картаны мынаны басып енгіземіз. Осыны басамыз. Менде негізі карта енгізіліп тұр. Тағы да сіздерге сол картаны қалай енгізу керек екенін, яғни карта енгізу барысында қандай проблемалар туындайтынын түсіндіріп өту үшін тағы бір рет енгізіп көрсетейін. Мынаны басамыз. Яғни бұны басқан кезде менде өзімде карта енгізіліп тұр. Мен енді басқа карта енгізіп көрсетейін сіздерге. Бұл жерде қазір мына добавить етіп басамыз. Сіздерде мына кнопканы басқаннан кейін, сіздерде автоматты түрде карта енгізу деген неге бетке ауысады. Мен өзі карта енгізіп тұрмын жерде. Сіздерде сразу мынандай басқан кезде карта енгізу деген шығады. Ал мына жерде мен төлем паролін теріп, ары қарай дальше өтіп кетейін. Міне, карта енгізу деген шықты, иә. Мен осындай бет ашылады сіздерде. Енді мына жерге картаңыздың нөмірін жазасыз. 16 цифр ма, сондай болады ғой. Сол нөмірді осы жерге жазасыздар толықтай. Міне мен картамды енгіздім. Енді мына қызыл басамыз. Ары қарай жүру үшін басамыз мына кнопканы. Міне, осылай бет ашылады. Енді бұл жерге біз мына жерге өзіміздің картада қалай жазылып тұр аты жөніміз, дәл солай жазамыз, үлкен әріппен. Міне жаздық. Енді мына жерге срок жазамыз. Картаңыздың алдыңғы жағында осы аты жөніңіз жазылады ғой. Соның үстіңгі жағында немесе ары берісінде картаның срогі тұрады. Сол срок жазамыз. Менің жағдайымда осыны басамыз. Міне, срок жазылды. Енді мына жерде картаның артқы жағына аударсаңыздар, артында 3 нөмір тұрады. CVV деген. Сол нөмірді жазамыз, 3 нөмірді. Яғни ол 3 нөмірді ешкімге бермеу керек негізі. Осында срок бар, картаның срогында ешкімге көрсетпеген дұрыс болады. Міне мен енгіздім барлығын. Тексеріп алыңыздар. Картаңыздағы аты жөніңіз дәл осы жерде жазылғандай болу керек. Яғни картаңызда қалай жазылып тұр, дәл солай жазасыздар. Мына жерде срок кодын тексересіздер, и жаңа 3 нөмір жазасыздар картаның артындағы. Болды, сонымен ары қарай басамыз. Мына стрелканы көрсеңіз, осыны басамыз. Енді қызыл кнопканы басамыз. Менде 2 карта тіркелді, көрдіңіздер, екінші карта тіркелді. Сосын осы жерде карта тіркейтін кезде бар ғой, ондай пароль сұрайды сіздерден. Төлем паролі дейді бұны. Яғни жаңағы қызылды басқаннан кейін сіздерден төлем паролін өзің ойлап тап деп төлем паролін сұрайды. Сіз өзіңіз ойыңыздан құрастырасыз оны. Телефон нөмірге ешқайдан код келмейді оған. Осылай болып тұрады сізде. Сол кезде сіздер өз ойыңыздан құрастырып жазасыз төлем паролін. Сол мен өзімдікін жазамын. Осылай 2 рет қайталап жазасыздар. Тағы 1 рет сұрайды сізден. Тағы 1 рет осылай сұрайды. Сосын тағы 2 рет қайталап жазасыздар. Сосын барып картаңыз енгізіледі. Яғни осындай болып шығады. Сосын сол жаңағы төлем парольді 6 санды бір жерге жазып қойыңыздар. Заметкаға ма, қағазға бір жерге жазып қойыңыздар. Есіңізде қатты сақтап қалыңыздар. Оны ұмытып қалсаңыз қалпына келтіру қиын. Түсіндіңіздер ғой, міне болды. Енді картаны енгіздік. Енді артқа шығып кетеміз. Міне карта енгізілді. Осы жерде кейбіреулер екі карта енгізе алмай жатады. Оның себебі картаны енгізетін кезде, мысалы мына картадағы мен мына 2 картада енгізілді ғой. Екеуінде де аты жөнім бірдей жазылған. Екеуінде де аты жөнім бірдей, ешқандай әріпте өзгеріс жоқ. Сондай болғаны үшін менде екеуі де енгізілді без проблем. Кейбіреулерде ол 2 карта енгізілмей қалады. Өйткені ол жерде әртүрлі аты жөнмен енгізілген болуы мүмкін да, картада әртүрлі жазылған болуы мүмкін. Ондай жағдайда енгізу қиын болады. Ондай жағдайда басқа телефон нөмірімен басқа пиндоды ашу керек болады. Қайтадан басқа телефон нөміріне тіркеліп, содан кейін барып осы картаны жаңағы енгізейін деп жатқан картаңызды қайтадан тіркеу керек болады. Абайша пока что басқа жолы жоқ болып тұр. Егер екінші карта тіркелмесе. Не болмаса кейбіреуде картаның жаңағы срогы бітіп қалады. Срогы бітіп қалса да солай. Срогы бітіп қалса да оны ауыстыра алмайсыз. Телефоннан жаңағы Windows сайтынан оны өшіріп тастағанның өзінде екінші картаны тіркелуі қиын болады. Бірақ тіркеп көрсеңіздер болады, егер аты жөніңіз жаңағыдай менікі бірдей жазылып тұрған болса картаңызда, онда тіркеп көрсеңіз болады. Тіркеліп кетуі мүмкін. Бірақ соның өзінде де кейбіреулер тіркелмей жатады. Оның шешімі тек қана сол басқа телефон нөмірімен тіркеліп, кез келген біреудің телефонына тіркеліп, сонымен ары қарай соған картаңызды енгізіп
біреудің болғанда енді өзіңіздің үйдегі туысқандардың сенімді адамдардың нөмірімен тіркелесіз ғой. сосын осы картаны енгізсеңіз болады қайтадан. Солай. Ең бастысы бұл жерде сол жаңағы төлем пароль дұрыс бір жерге сақтап қойыңыздар, ұмытып қалмаңыздар. Сосын тағы бір нәрсе айтып кетейін бұл жерде. Кірген кезде бұл жерде любой бір картаның үстінен бастап, басамыз картаның үстінен. Бұл жерде лимит тұрады. Міне көрдіңіздер ғой? Мындай лимит тұрады, міне 10 мың. Қазір басайық қандай лимит екен. Міне бір рет сатып алғанға, мысалы 10 мың юандық зат сатып алсаңыз, яғни 10 мың 100 юандық 10 мың 100 юандық зат сатып алайын деп жатқан болсаңыз, оны сатып ала алмайсыз. Өйткені бір-ақ рет покупка жасауға тек 10 мың юан ғана. Яғни мысалы телефон сатып алдыңыз ба, сол 10 мың юан тұратын болса, 10 мың 100 юан тұратын болса, оны сіз сатып алмайсыз. Неге? Өйткені бұл жерде лимит бар. Лимит. Бір покупка жасағанға осынша лимит қойып қойған, 10 мың юан. Одан көп болса сатып алынбайды. Ал енді мынау астындағысы күнделікті юан, күнделікті жаңағы лимит. Бір күнде 10 мың юаннан көп қолдана алмайсыз. Яғни 24 сағаттың ішінде 10 мың юаннан артық зат сатып ала алмайсыз картамен. Түсіндіңіздер ғой да? Мысалы 10 мың юандық зат сатып алдыңыз, бұл уже тағы басқа зат сатып алайын десеңіз, сол күні уже ол сатып алынбайды. Лучше оны 10 мың юанды сатып алғаннан кейін бұл ертесіне сатып алсаңыз болады. Ертесіне қайтадан лимит жаңарады. Тағы 10 мың юанға заттар сатып аласыздар. Болды, солай. Енді артқа қайтамыз. Міне, енді бізге каргоның адресін енгізу керек, картаны тіркедік. Енді бізге карго компанияның адресін енгізу керек. Яғни бұл жерде карго компания каргодан басқа қазір адрес енгізетін жерді басайық. Мынаны басасыздар. Осыны басасыздар, мынаны. Осында екі кнопка шығады адрес енгізетін жерде. Яғни мына біреу Қазақстанның адресін енгізу, яғни поштамен алдыратын адамдарға. Ал мына біреу карго компания арқылы алдыру. Шыны керек, мен өзім Қазпошта арқылы алдырып көрдім. Қазпошта арқылы өте қымбатты келеді екен. Килограммына 4500 теңге тура келеді. 1 килограмм затқа 4500 теңге төлейсіз. Егер жаңағы Қазпошта арқылы алдыратын болсаңыз, осы жерге өзіңіздің мекен жайыңызды тіркей аласыз да, бұл жерге тіркеуге болады. Бірақ қымбат демесеңіздер, өз мекен жайыңызды осы жерге тіркеп, ары қарай карго компанияның адресін енгізбей, сол өзіңіз сатып ала берсеңіз болады. AliExpress сияқты. Бірақ сол жаңағы доставкасына кішігірім қымбат төлейді екенсіз. Ал енді бұл жерде мына екіншісі, мына астындағысы бұл карго компанияның адресін енгізу. Яғни каргоның адресін енгізу арқылы через карго компаниялар арқылы алдыра аласыз деген сөз. Ал бұл карго арқылы алдыратын болсаңыз, килограммына 2000 теңгенің әрбірін төлейсіз. Алматыға дейін. Қазір енді карголардың түрлері көп қой, неше түрлі карго шығып кеткен. Интернеттен іздеп тапсаңыз да болады. Бірақ енді өзім қолданып жүрген карго бар, өзім сенімді, жаңағы уақытылы келетін. Қазіргі уақытта 10-20 күннің арберісінде келіп жатыр. Кейбір жағдайларда 8 күнде келіп қалады, 7 күнде келіп қалатын күндер де болды. Негізі сол срок сол 25 күнге дейін ғой негізі. Сол арада келеді. Сенімді, ешқандай осы уақытқа дейін тауарым жоғалып, не болмаса бүлініп, ешқандай сынып, ондай ештеңе болған жоқ. Ең бастысы сіз жаңағы егер сынатын зат тапсырыс беретін болсаңыз, каргоны ескертіп қойсаңыз болды. Олар ол жақтан өздері қабылдап алып, жаңағы орайтындарын орап, ағашпен ораса жаңағы ағашқа орап, яғни ағашқа орайтын болса, қосымша кішкене ақша қосылады доставкаға. Заты тауарларыңыз бөлінбей бүтін келеді. Сөйтіп осы жерді басатын болсаңыздар, жаңағы карго компанияның адресін енгізе аласыздар. Мына кнопканы басып. Мынаны бассаңыздар, бұл қазақстанский адрес. Яғни Қазпоштамен алдырасыздар. Ал мынаны бассаңыздар, жаңағы карго арқылы. Қазір мен осыны басып адрес енгізетін боламын, яғни өзімнің каргомды. Сенімді карго керек болса, WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Ақылы түрде болады, бірақ сенімді уақытында алып келетін карго бар. Мен өзім қолданып жүрген каргоны беремін. Артқа шығып кетеміз. Бұл жерде жаңағы тұрған жерде көрдіңіздер, бұл жерде адрес енгізетін жер сол. Осы кнопканы басып адрес енгізетін боламыз. Бұл жерге кірмес бұрын бірінші адресті скопировать етіп аламыз. Мен адресті дайындап заметке сақтап қойдым. Соны копировать етіп аламыз қазір. Осындай адрес, енді қытайша, қытайдағы сқаптың адресі. Копировать етеміз де жаңағы Pinduoduo сайтына кіреміз. Яғни адрес енгізетін жерге басамыз. Мына астындағы кнопканы басамыз. Үстіндегі Қазақстандікі, астындағы каргоныкі. Басқан кезде мына солай автомат түрде өзі сұрайды. Сосын қызылды басып сақтаймыз. Яғни бұл автомат түрде толтырылады деген сөз. Мен адресім автомат түрде толтырылды. Енді ары қарай қызылды басып кнопканы, қызыл тұр ғой, қызыл кнопканы басып ары қарай сақтаймыз. Өзі сол Қытайдағы сқаптың адресі толықтай сақталады. Кей жағдайларда адрес дұрыс енгізілмей қалады.
яғни ол кезде артқа шығып кетеміз да мына ашық тұрған программаның бәрін свернуть етіп шығып кетеміз олардан, толықтай бәрінен шығып кетеміз. Мына пиндодан да шығып кетеміз, яғни пиндодан да жауып тастау керек болады. Қазір ашып көрейік. Қазір одан да шығып кетеміз полностью. И сосын бағанағы адресімізді жаңадан копировать етеміз де, осыны копировать етіп, қайтадан Pinduoduo сайтына кіреміз. Яғни Pinduoduo сайтына кіріп, жаңағы адрес енгізетін кнопканы басып, адресті қайтадан енгіземіз. Сол кезде автомат түрде сұрау керек. Сол кезде автомат түрде шығады өзі. Астындағы кнопканы басамыз. Басқан кезде міне автомат түрде осылай сұрайды. Егер сізде осы автомат түрде сұрамаса, онда қайта солай жасай бересіздер. Свернуть етесіздер, жауып тастайсыздар да қайтадан копировать етіп, қайтадан келесіздер. Солай істей бересіздер. Сол кезде бәрі осылай шығу керек болады. Автомат түрде толтырылу керек. Міне автомат түрде толтырылды, менде адрес енгізілді. Егер адрес қате енгізіп қойған болсаңыз, мына кнопканы басып өзгертсеңіз болады. Мына жерде мысалы үшін 2 рет қайталанып тұр, мына жерде ереуілдік бар. Сол ереуілдіктерді маған өшіріп тастау керек. Мына осы жерге дейін өшіріп тастаймыз қазір бәрін. Яғни артықтарын өшіріп тастау керек болады да. Болды, енді бәрі дұрыс. Енді сақтаймыз. Қызылды басып сақтаймыз. Мына адрес сақталды, сәтті тіркелді. Болды, енді артқа қайтып заказ бере берсек болады. Картамыз тіркелді, адрес тіркелді. Енді тауар таңдап, ары қарай сатып ала бересіздер. Енді сенімді карго керек болса, WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен өзім қолданып жүрген каргоны ақылы түрде жазып бере аламын. Жақсы, сау болыңыздар. Арнаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.